Ассалаумағалейкум, мен бүгін сіздерге аскөкті кептіріп сақтауды көрсететін боламын. Алдымен аскөгімізді тазалап жуып аламыз және салфеткамен сүртіп құрғатамыз. Таза газетке немесе ақ қағазға орналастырамыз. Біркелкі етіп, бетін шаң баспайтындай етіп жауып, 1-2 апта көлемінде кептіреміз. Дұрыс кепкен аскөк қанық жасыл түсте қалады. Егер дұрыс кеппеген болса, ол сарғайып кетеді. Сарғайған аскөкте еш дәрумен болмайды және оны қолдану жарамсыз болып саналады. Кепкен аскөкті қолымызбен ұнтақтап, сабақтарын алып тастап, ұсақталған аскөкті даярлап алсаңыздар болады. Өте ұсақ болғанын қаламасаңыз, аскөкті ұзыннан біркелкі етіп турап алсаңыз болады. Қолыңызбен үгіткен немесе турап алған аскөкті шыны ыдысқа салып сақтағаныңыз жөн. Шыны ыдыстағы аскөк құрғақ күйінде ұзақ уақытқа сақтауға болады. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, бірінші шыны ыдысымызда пышақпен туралған, екінші шыны ыдыста қолымызбен ұсақталған аскөк. Аскөкті кептіріп шыны ыдыста сақтап, ұзақ уақыт астарыңызға пайдалансаңыздар болады.